Морбиустың ортаңғы сценасы түнгі аспанның жарылған кадрымен ашылады. Бұл визуалды әсер өрмекші адам үйге жолдық фильмінен анық көрінеді. Майкл Кейтонның лашыны соңғы рет түрме камерасында жарқырап жоқ болады. Тумс Марвел киноәлемінен Морбиустың шындығына жеткізілді. Осыдан кейін Эдрин Тумс есімді адамның түрме камерасында кездейсоқ пайда болғаны туралы хабарландыру шығады. Және оның осы шындықта түрмеде болуына ешқандай себеп жоқтығын ескере отырып, ол босатылады. Том Хардимен бірге Веном туралы 2 фильмнен кейін Сонидің өрмекші адам әлемі туралы тағы бір жобамен толықты. Фильмді тірі және Кейптаунға кіру коды фильмдерімен танымал режиссер Даниэль Эспиноза басқарды. Морбиус трейлерінен кейін жобаның сапасына үлкен күмән туды. Кез келген Марвел фильмінде кредиттен кейінгі көрініс болуы табиғи нәрсе. Бұл көптеген комикс фильмдері үшін маңызды нәрсеге айналды. Өйткені олар франшизаның болашағы және оның бір ғаламға жататын басқа фильмдермен қалай байланысатыны туралы тизер беру үшін көбінесе посткредиттік көріністі қолданады. Морбиус басқа Марвел фильмдері сияқты 2 посткредиттік көрінісі бар. Соңғы сахна біршама кеңейіп, үлкен болашақпен бірнеше таныс тұлғаларды шақырады. Фильмдегі көрініс Нью-Йорк қаласының сүліміне ұқсайды. Аспанда үлкен күлгін жарықшақ пайда болады. Бұл дәрігер Стрэндждің әсерден болса керек. Содан кейін Эдрин Тумс жұқау адам пайда болғанға дейін бірнеше секунд бұрын бос түрме камерасының ішінен жоқ болады. Тумс айнаға қарап өзін тексереді. Өйткені ол бұрынғыдан да басқаша көрінеді. Содан кейін біз жаңалықта Эдрин Тумс есімді адамның бос түрме камерасынан табылғаны және жақын арада босатылатыны туралы қысқаша хабарды көреміз. Екінші сахнада Морбиус шайқасты аяқтап, екі жағында егістіктері бар ашық жолдың ортасына спорттық көлікті жүргізіп келеді. Ол кенеттен көліктен түсіп, өрмекші адам үйге орал фильміндегі қанатты костюмнің сәл өзгертілген нұсқасында Эдрин Тумс пайда болады. Екеуі қысқаша сөйлеседі. Онда Тумс бұл жерге қалай келгенін білмейді. Бірақ Эдрин Морбиустың өрмекші адамға қатысы бар деп ойлайды. Ең бастысы Тумс өзі сияқты кейбір адамдармен бірігіп, біраз жақсылық жасау керек деп санайды. Бұл көріністер қауіпті алдылық фильміне арналған анық. Шын мәнінде Морбиус режиссері Даниэль Эспинозамен сұхбатында үйге жол жоқ аяқталып, Эдди Броктың дәл осы ғаламға, яғни Морбиус әлеміне оралғанын білеміз. Бұл жерде Вультерде өмір сүреді. Сонымен, Веном жаңа команданың тағы бір мүшесі болуы мүмкін. Дәрігер Стрэндж мультиәлемнен келетін қауіпті тоқтатқанда, бірнеше адамды өз әлеміне қайтарды. Кеткен адамдар пост сахнада Веном, басқа жердегі 2 өрмекші адамның кім екенін білетін зұлым адамдар болды. Веномның неге қайтарылғаны жұмбақ, өйткені ол өрмекші адамның кім екенін білмеді. Стрэндж адамдарды кездейсоқ жерден өз әлемнен тыс жерге жіберуі мүмкін деген өзгерісті аш қалдырды. Адамдар Морбиустың таңғажайып өрмекші адам әлемінде болатынына сеніп қана қоймайды. Ол Том Хардимен бір ғаламда. Кейбір жанкүйерлер бұл жаңа өрмекші адамды таныстыру, немесе өрмекші адамсыз әлем болуы мүмкін деп ойлайды. Сондай-ақ лашында басқа шындықтан неліктен тартылғаны түсініксіз. Марвел киноәлемінің өлшеміне өрмекші адамның Питер Паркер екенін білетін кейіпкерлер келді. Құзғын өрмекшінің шынайы болмысын әлдеқашан білді. Сондықтан Стрэндж ұмыту сиқырынан кейін қандай да бір себептермен оған әсер етпей, оны басқа өлшемге лақтырған шығар. Бұл жағдайда Питердің достары есте сақтау қабілетін жоғалтты. Немесе Тумс әлі күнге дейін өрмекші адамның кім екенін ұмытып қандай да бір себептермен көп түрлі хаостың құрбаны болды. Сонымен қатар Стрэндж қолданып жатқан сиқыр туралы ол сенгеннен әлде қайда аз білуі мүмкін. Тумс өзінің өлшемаралық серуендеуін өрмекші адаммен байланысты деп тұжырымдағаны осыдан болса керек. Лашын неліктен өрмекші адамның кек алғысы келетінін түсіндіруі мүмкін. Өйткені ол супер қаһарманды өз ғаламынан алып кеткені үшін айтпайды. Мұны ұмыту оңай. Өрмекші адам үйге оралуда Лашын өз қылмысын ақтады. Өйткені ол отбасын қаржылық жағынан қауіпсіз ұстауға тырысты. Енді Тумс өз отбасынан бөлініп, басқа ғаламға лақтырылды. Эдрин Тумс әрқашан әйелмен және қызмен татуласу мүмкіндігі бар деп үміттенгені сөзсіз. Бірақ қазіргі жағдайда бұл мүмкін емес. Өйткені ол әртүрлі уақыт кестелерінде. Тумстың командасыз, зертханасыз немесе Читаро технологиясыз бөтен шындықта костюмді қалай жасай алғанын түсіндірмейді. Тумс біреуді кездестіреді немесе әйтеуір дамыған біреудің материалынан киім жасады. Марвел киноәлемінде Эдрин Тумстың өз қаруы мен қанатын Читаро технологиясынан алған. Бірақ та Тумс Sony ғаламшарында жаңа костюм құрастырып үлгерді. Дегенмен дизайн сәл өзгеше. Бірақ үлкен сұрақ, бұл технология қайдан пайда болды? Өйткені Читаро ешқашан Веном, Морбиус әлемінде Нью-Йоркке басып кірмеген. Болашақта Лашының жаңа қанаттары бастапқы костюммен салыстырғанда, олардың күшті жақтары мен шектеулері қандай, және оны қалай жасағанын көру қызықты болады. Дегенмен бұл көріністер көрермендерді шатастырады. Себебі олардың алдында шыққан фильмге ешқандай қатысы жоқ сияқты. Біріншіден, бақ өкілдері тек Тумстың оғаш көрінісін ғана білетін сияқты. Сондықтан өз әлемінен жоғалып кеткенін қалай байқамауы мүмкін. Сондай-ақ біз сиқырдың қалай жұмыс істейтінін білмейміз. Өйткені Тумс дәрігер Стрэндждің сиқыры теріс әсер еткен жалғыз адам сияқты. Сиқыр тоқтаған кезде өз әлеміне қайта оралмаған.
Ақырында бұл ғаламда өрмекші адам бар жоғы анық емес. Sony Pictures компаниясының басшылары әрқашан өрмекші адамның қосалқы кейіпкерлері бейнеленген жеке топтық фильмді армандайтын. Өрмекші адам үйге оралғаннан бері Marvel Studios және Sony қатыгез алтылық тобын мүмкіндігінше көп мөлшерін тарту үшін уақытты босқа өткізген жоқ. Тіпті нақты жоспарсыз немесе аты жөнін көрсетпестен. Morbius режиссері Даниэль Эспиноза қауіпті алтылық туралы сұрағанда, бұл жұмыс жүріп жатқанын ашық мойындағандай болды. Құзғынның команда жалап жатқан және ол Morbiustен қолдау сұрап келеді. Тағы да мұнда әлі жетіспейтін бір маңызды фактор бар. Ол өрмекші адам. Қауіпті алтылықтың нақты мақсатсыз жиналуы мүлде мағынасыз болар еді, және олар үшін жалғыз логикалық мақсат өрмекші адамды жеңуге тырысу. Дегенмен, өрмекші адамды жек көретін жалғыз кейіпкер тек құзғын. Өйткені Веномда Morbius'та кейіпкерді кездестірмеген. Осылайша Sony әлемі мүлдем жаңа өрмекші адамды таныстыруы, немесе Эндрю Гарфилдке кейіпкердің ескі рөлін қайталауға мүмкіндік береді. Топтың 4 мүшесін анықтауға болады. Лашын мен Morbius өздері топты құрады. Және комиксер тобының дәстүрлі мүшесі болып табылатын Аарон Тейлор Джонсон басты рөлді сомдайтын Крейвен фильмі түсірілуде. Қазіргі уақытта командада қараңғы кек алушылар рефі бар сияқты. Лашын Ник Фьюри фигурасы. Бай және көпшілікке танымал Morbius Тони Старктың аналогы. Ал Веном әрине ол өрмекші адамның қараңғы түрі. Дакота Джонсонның Мадам Вебі топтың бір бөлігі болуы мүмкін. Себебі Мадам Веб Sony компаниясының дәрігер Стрэнджге берген жауабы. Ойластырылған өрмекші адам зұлымдардың репертуарын жасап жатқан мен. Команда үшін Райми мен таңғажайып өрмекші адам зұлымдарын қайтарып алу көпшілікке ұнамды қадам болар еді. Morbius ұзақ уақыт бойы Веном сияқты орта ғаламның бөлігі деп есептелсе де, фильмге арналған ресми жарнамалық материал шатастыруға алып келді. Веномға сілтеме жасаған Morbius'тың ресми трейлері, Майкл Кейтонның Vulture фильмінен күтпеген эпизоды және қабырғада Сэм Рэймидің өрмекші адам граффитиі, Марк Уэббтің Оскар ғимараты кіреді. Ал Том Холландтың кейіпкері Marvel киноәлемінде қалды, сондықтан оның болуы екі талай. Тоби Магуайр өзінің өрмекші трилогиясын алды, оның әлемінде Веном бар. Мүмкін Веном мен Morbius'тың шындығында басты өрмекші адам Эндрю Гарфилд жетіспейді. Сәйкестіктің 3 жолы бар. Бірі Гарфилдтың өрмекші адамы Веном әлемінен делік. Гвен Стейси қайтыс болғаннан бері ол суперқахрамандық мансабын тастаған. Екіншіден, өрмекші екі паркермен кездескеннен кейін шын мәнінде Гарфилд айтқанда Веном болмаған шығар. Үшіншіден, Веном өлшемінде тағы бір өрмекші адам бар. Мысалы Майлз Моралес немесе өрмекші әйел. Бірінші трейлер шыққанда Morbius өтіп бара жатқан қабырға болды. Өрмекші адам бейнеленген граффитидегі қаншер сөзі бар. Көптеген адамдар бұл өрмекші адам үйден алыс және мистерио жағын сынатын адамдардың жалғасы деп есептеді. Үйге жол жоқ фильмінде Эндрюдің Питерға шуланып, жұдырықтасуды тоқтатқанын айтады. Яғни ол өз ғаламда адамдарды өлтірген болуы мүмкін. Мына сәт есімізде. Тоби Магуайрдың өрмекші адамы бейнеленген граффити фильмде жоқ болып шықты. Бұны Morbius трейлерінің көрінісі өшіру идеясы, немесе қарапайым маркетингтік айла деп санауға болады. Комикстің шығуына бірнеше күн қалғанда бұл жағдай белгілі болды. Режиссердің айтуынша, ол өз жобасын толық бақылауға алмағандықтан кейбір шешімдерді өзі қабылдамаған. Sony Pictures студиясы өрмекшіні тек трейлерге салу үшін қолданды. Айта кетейік, фильм көптеген қайта түсірілімдерден, 6 кешігуден және дүниежүзілік пандемиядан аман қалды. Morbius шыққанға дейін көбісі күмәнмен қараған. Әу бастан-ақ оның Джокер жанкешті топтағы нұсқасын теріс қабылдағаннан кейін Джаред Летоның Morbius титулдық рөліне кастинг сапасына сенім білдірген жоқ. Әрине, шығарылғаннан кейін Morbius'ты жанкүйерлер мен сыншылар теріс қабылдады. Олар оның тарихын, кейіпкерлерін, визуалды әсерлерін және оның Marvel киноәлеміне қосылуға тырысатын түсініксіз тәсілдерін сынады. Ең үлкен кедергілердің бірі Morbius'тың Marvel киноәлеміне қосылу әрекеті болды. Morbius'тың алғашқы трейлері Майкл Кейтонды көрсеткеннен бері фильмнің Marvel киноәлеміне қалай қосылатыны туралы көптеген болжамдар болды. Morbius'тың кредиттен кейінгі көріністері сұраққа жауап беріп, Лашын өрмекші адам үйге жол жоқ фильмнің соңындағы дәрігер Стрэндждің сиқыры арқылы Morbius әлеміне кездейсоқ жіберілген болып шығады. Бұл көріністер қатты сынға алынды. Себебі бұл ашылым дәрігер Стрэндждің үйге жол жоқ фильміндегі сиқырдан қалай жұмыс істегеніне мүлдем сәйкес келмейтін сияқты. Сонымен қатар, Лашын екеуі де өрмекші адам кінәлі деп есептейді және оның отбасына қатысты ешқандай алаңдаушылық білдірмейді. Соңғы 2 онжылдықта суперқахарман туралы фильмдердің қаншалықты танымал және сәтсіз болғанына қарамастан, жаңа фильм жақсы қабылданды. Бұрын айтылғанда Веном фильмдері көптеген адамдар үшін бірдей тартымды болды. Бірақ Morbius пен Веном фильмдерінің арасында сыни және қаржылық жағынан үлкен айырмашылықтары бар. Rotten Tomatoes, Venom және Venom 2 фильмдерінде шірікте белгіленді. Сәйкесінше 30 және 58 ұпай жинады. Ал Morbius 16%-дан әлде қайда төмен ұпай жинады. Бұған қоса Venom фильмдері өздерінің жағымсыз айтылған сынға қарамастан, алғашқы демалыс күндері бүкіл әлем бойынша $100 миллион астам табыс тапты. Ал Morbius ашылған демалыс күндерінде бар болғаны $80 миллион жуық табыс тапты.
Зұлым кейіпкерді жасау бүгінгі блокбастерлер үшін ең қиын тапсырмалардың бірі. Тіпті Marvel кино әлемінің көптеген фильмдері оны жеңе алмайды. Морбиусты жасаушылар кейіпкерлердің Майкл мен Майлоның жақын қарым-қатынасын жай ғана көрсету, содан кейін олардың жолдары күрт алшақтап кеткенін көрсету жеткілікті деп ойлаған сияқты. Оның астарында қызық идеялар, философиялар мен кейіпкерлердің күшті қарсылығы немесе терең астары жоқ. Мэтт Смит талантты актер, бірақ оның зұлым кейіпкері бұл фильмде арзан пародиялармен өтіп бара жатқан сияқты. Мәселе Майлода емес. Продюсерлердің супер қаһарман және анти-қаһарман фильмдерін жасауға дұрыс тепе-теңдік пен тәсілді таба алмауында. Marvel Studios басшысы Кевин Файгидің ойы бойынша, үлкен франшизалар нақты біреудің бақылауы мен көзқарасымен түсіріле берсе, Диснейдің көлеңкесіне қалуы мүмкін дейді. Соңында Майло Морбиустың сүйіктісі Мартина Бэнкрофтты кепілге алды. Майло Морбиустың одан үлгі алмағанына және өзінің сүйегі рұқсат бергеніне ашуланды. Майло Мартинаны өлімші етіп жаралады және ол Морбиусқа зұлыммен шайқас алдында оның қанымен тамақтандыруды ұсынды. Морбиус Майломен бетпе-бет келген соң, жарғанаттар колониясындағы шайқас орнын тастап кетті. Бұл кезде Мартина тірі болып шығады. Сірә, Морбиус оған қан арқылы вампир генін берді. Мүмкін ол шынымен оны құтқарғысы келді. Немесе кейіпкер өзінің сүйіктісін вампирге айналдырғанын байқамай қалды. Өйткені ол Майломен шайқастан кейін оған қайтып оралмады. Who the hell are you, man? I am Venom. I'm just kidding. It's Dr. Michael Morbius at your service. Thanks for meeting me, Doc. I've been reading about you. I'm listening. I'm not sure how I got here. Has to do with Spider-Man, I think. I'm still figuring this place out, but I think a bunch of guys like us should team up. Could do some good. Intriguing.